Сәлем достар, сонымен бір апта зу етіп көзді ашып жұмғанша өте шықты. Менің каналыма қош келдіңіздер. Есімім Аида Қыдырбай, Украина 8 жылға созылған іс-сапар кітабының авторымын және Киевте 10 жылдан бері тұрамын. Қазір Испанияның корольдігінен босқын мәртебесін алған адамын. Айтпақшы, сіздерге қызық болса, комментарияға жаза кетіңіздер. Босқын мәртебесін алған қазақтың қызы қалай Европада тұрып жатыр, және негізгі тұрақты жерім Киев, қайталап айтам, және Брюссель. Сондықтан Европаның төрінде болып жатқан барлық жаңалықтарды, Киевте болып жатқан барлық жаңалықтарды оқып, біліп, көріп жүрген адаммын. Алыстан отырып жаңалықтарды құрсылдыратып оқып отырған емеспін. Тағы қайталап айтам, бәрін өзім көзіммен көремін. Сондықтан каналымда барынша қолыммен ұстап, көзіммен көрген жаңалықтарды жеткізуге тырысамын. Сонымен Ресей Украина арасындағы негізгі соғыста болған тақырыптарды талқылаймыз бүгін, және Иран, Израиль арасындағы осы аптада басталған соғысқа да мен Европаның көзқарасы, оның ішінде Испанияның көзқарасы туралы айта кететін боламын. Каналымнан, арнамнан алыстамаңыздар. Сонымен 17 маусым күні Ресей Киевке, Украинаға ең үлкен, ең жойқын соққы жасады. 440 дрон және 38-40-қа жуық зымыран баллистика жіберілді. Ең өкініштісі, Ресей қанша жерден тырысып бұны Украинаның Киев режимі деме, фашист деме, нацист деме, соған жібертіп жатырмыз деп пропагандалық бақ құралдарында жазғанымен, бұл зымыран, бұл дрондар бейбіт тұрғын үйлердің төбесіне түскен. Көзімізбен көріп отырмыз. 30-ға жуық адам көз жұмды, 100-ден астам адам жараланды. Оның ішінде менің дос құрбы, жақын араласатын адамдарым да бар. Және өздеріңізде видеодан көріп отырған шығарсыздар, қанша көп қабатты тұрғын үйге түскен зымыран. Әсіресе егерде үй 21-ші этажда, 22-ші этажда болса, әрине баллистика тура ортасына келіп түскен кезде тірі қалу қиын. Менің көп құрбыларым, достарым, 2 баласымен, 3 баласымен, және айта кететінім, Ресейдің зымырандары таңғы 4, өзі Украинаны фашист дейді, бірақ нағыз барып тұрған Ресейдің өзін фашист дер едім. Өйткені оның баллистикасы да, дрондары да таңғы 10-да емес, мүмкіндігінше түнде адам жаңағы жертөлеге бармайтындай, не болмаса таңғы 4-те, 5, 6, 1, осында түнгі мезгілдерде жасалады бұл шабуыл. Дабыл әрине соғылады, бірақ менің Наташа деген құрбым бар, 2 баласымен 24-ші этажда тұрады. Мысалы, таңғы 3:30-да дабыл соққан кезде, кішкентай ұлымен бастапқыда, соғыс енді ғана басталғанда бәріміз жертөлеге барып тығылғанбыз. Ал соғыс енді ұзарғаннан кейін, 4-ші жылға кетіп бара жатқаннан кейін, сен әр дабылға жертөлеге жүгіре бермейсің. Өздеріңіз білесіз, үйдің астындағы магазинге түсуге ерінеді адам, 3:30-да жертөлеге барып жататын адам аз. Бірақ қорқыныш сезімі ұлғайған, сондай адамдар да бар менің достарымның арасында. Олар мысалы кез келген дабылда жертөлеге барып тығылады. Ал жақында осы Дарияның, менің қызымның досы бар, сол туған күнін атап өткізген едік. Ол жертөледе жаңағы жасады, өйткені қайта-қайта жүгірмесін деп балалар. Сол кезде дабыл соғылды, сағат 7 кешкі 7-лер шамасында еді. Сол кезде ата-аналардың барлығы жаңа телефондарын алып, қандай зымыран ұшып келе жатыр, дрон ба, қай аймақтан, қай жерден ұшып шықты, Каспийден келе жатыр ма, жоқ әлде басқа аймақтан қай жерден келе жатыр деген ақпаратты мысалы біз бір-бірімізбен бөлісіп отырамыз. Және Ресейдің зымыраны ұшқан кезде, әрине ол мысалы Львов жаққа келе жатып, өзінің траекториясын өзгертуі мүмкін, тікелей Днепрге тартып кетуі мүмкін, немесе Киевке келуі мүмкін, не болмаса жаңағы Запорожье аймағына келуі мүмкін. Сондықтан ұшып шыққан дрондар туралы ақпарат бар, ол бәріміздің телефонымызда жазылған.
келіп отырады бізге, мемлекеттік тарапынан да ақпараттандырылған, не болмаса жеке телеграм каналдарда. Мысалы миг ұшты 32, немесе зымыран ұшты, немесе Иранның жаңағы шахеттер ұшты, қандай қарудың ұшып келе жатқанын біз білеміз. Бірақ жаңағы миг, зымыран болса әрине жертөлеге, оның ішінде метроға, терең қазылған метроға баруға тырысасың. Ал түнгі 3:30-да жаңағында Киевке ең үлкен шабуыл дедім, 30-ға жуық адам қайтыс болған. Сол кезде 3:30-да әрине сен алыс тұрған метроға бара алмайсың, үйдің жанындағы метроға барасың, ол терең қазылмауы мүмкін. Яғни осындай фактілер көп. Ал мысалы Харьков деген қалаларда олар тіпті жертөлеге тығылып үлгермейді. Өйткені тағы қайталап айтамын, Ресей мен Харьковтың арасындағы қашықтық небәрі 40 шақырым, олар тіпті тығылып та үлгермейді. Бірақ не дегенге бәрібір ештеңеге қарамай, ең үлкен шабуыл кезінде осындай 30-ға жуық адам қайтыс болды. Сонымен шахид туралы бір-екі ауыз айтып өтейін. Иран, Израиль арасындағы соғыстың басталғанын көптеген блогерлер, жаңалықтар оқыған боларсыздар. Білмеймін қандай Қазақстанның бақ құралдары қаншалықты кең ақпарат береді. Комментарийға жаза кетіңіздер. Бұл тарапта көбінесе енді Ресей Иранның шахид дрондарын сатып алады ғой, сондықтан Иран мен Израиль арасындағы соғыстың басталғанына Украина тарапы бәлкім Иран Ресейге өзінің шахетін сатуды доғаруы мүмкін деген бір жаңалықтарды оқыдым. Өйткені ол өзіне керек болады, өзіне қажет болатын қару түрлері, бірақ бәрібір қару саудасы қазір қатты қызып тұрған кезең. Егер де олар Ресей мен Иран арасындағы жаңағы шахид алмасу туралы қандай да бір келісімге қол қойылған болса, ол әрине қару саудасы ары қарай жүре беруі мүмкін. Бірақ атап өтейін, дрон тақырыбы қазір өте қатты талқыланады, және осы соңғы Ресейдің атқылауы кезінде дрондар бәрібір модернизациядан өткен, олар бұрынғыдай жаңағы шахид дрондары оны атып түсіру оңай еді. Қазір олар өте соңғы технологиялармен жарақталған, және Ресей өзінің дрон өндірісін қатты қолға ала бастағанын көруге болады. FPV деген дрон бар. Мысалы, Ресейге шабуыл жасаған кезде Украина осы дрондарды өте қатты және өте сәтті қолданды деп айтуға болады. 5 аэродромында жарылғыш ұшқыштар, зымыран ұшақтардың көзін жойғанда. Ал Украина қатты бір осы дрондарды ол да жолға қоюға барынша тырысып отырған ел. Мысалы, биыл 2024 жылы 1,5 миллион дрон шығарса, биыл Украина 1,5 миллионнан 3 миллион дронға дейін өндірісті жаңағы жолға қоюға талпынып жатыр. Жалпы әлеуетіміз 10 миллион дронға дейін жетеді деп жаңағы Украинаның премьер-министрі Шмигаль деген бар, сол кісі мәлімдеді. Бірақ енді оны уақыт көрсетеді. FPV дрон деген бар, ол 30 мыңға жуық биыл жаңағы Украина алысқа ұшатын дрондардың саны 30 мыңға, және FPV деген дрондар бар, соның санын 5 миллионға жеткізуді көздеп отыр. Енді қарап отырсақ, Украинаның қолынан келетін ең мықты қаруы және алысқа ұшатын зымырандар жоқ ел ғой. Енді бұрын ондай қатты соғысқа дайындалмаған. Әрине Донбасста, Луганскта соғыс 8 жыл бұрын басталған. Бәлкім Украина осыдан тәжірибе жинаған ел. Мысалы, Ресей әйші жоқ қатты басып алатын болатын болса, егер де олар Донбасс, Лугансктегі соғысты көрмеген болса, әрине жағдайлары қиын болатын еді. Бірақ қазір Украинаның соғыса алатын әлеуеті әрине басқаша, бірақ атап өту керек, әлі де әскер
саласындағы реформа қажеттігін Украина тарапы өте қатты және көп көтереді. Мысалы, әскерлерді әр ротациялауға тыйым салу жөнінде қазір заң қабылданса деген қоғамда көп көтеріле бастады. Өйткені сен мысалы бір аймақта Сум өңірінде мысалы соғысып жүрсің, сені жарты жылдан кейін жаңағы Львовқа, одан кейін жарты жылдан кейін Днепрға, одан кейін жарты жылдан кейін Киевке ауыстыру мүмкін. Ал бірақ сен сол өңірді енді ғана дендеп біле бастадың, оның жаңағы қиыр шығысын анықтай бастадың, енді ғана сол жерді жақсы тани бастадың. Сен тура сол жерде үйреніп қалған кезде сені жұлып алып Львовқа апарып тастайтын болса, әрине сен ол жерді қайтадан басынан бастап жаңағы зерттеуге тырысасың, одан кейін сені тасымалдайды. Яғни қазір Украинаның өз әскерлерінің ішінде осы үлкен бір реформа, әскер саласында, қауіпсіздік саласында үлкен реформа қажет екенін айтып жатыр. Оның үстінде тағы қайталап айтатын болсам, екі елдің арасындағы ортақ шекара, Ресей мен Украина арасындағы ортақ шекара 2000 шақырымға дейін жетеді, ал біздің Ресей мен ортақ шекарамыз 7000 шақырымға дейін созылған. Сондықтан біз барлық көрші елімізбен дос болуға тырысамыз, сондай мемлекеттің біріміз, бірақ дрон әлеуетін өзіміздің қауіпсіздік саламызды нығайтып, жоқ дегенде осы дрондардың санын көбейтіп, қандай өзіміздің шекарамызды бекітіп отырғанымыз маңызды. Бірақ Украинадағы соғыс маған ең бастысы өз халық ішіндегі ауызбірлікті сақтауды мықтап қолға алу керек екенін түсіндірді. Бізге әрине Украина өте мықты сабақ болуы қажет. Сонымен Евродақ жаңағы Ресейдің Украинаға жасаған ең ірі шабуылынан кейін өзінің алаңдаушылығын қатты білдіріп отыр. Бірақ Ресейге қатты бір нақты санкцияларды қатайту, әсіресе Америка, Трамп тарапынан санкцияларды қатайтамыз, бір қатты мықты бір жаңағы Ресейдің экономикасын одан сайын әлсірететін бір шараларды қабылдаған жоқ, өкінішке орай. Бірақ бәрібір де Ресейдің экономикасы қазір қандай да бір дағдарысқа ұшырап тұрғанын менен басқа да блогерлер көп айтты. Әсіресе экономикасы, енді бұның бәрі соғысқа үлкен қаражат бөліп отырғаннан кейін, және қаншама мың адамға соғыс құр бармайсың ғой, ол да мысалы жалақы алып отырады. Соның бәрін ескергенде Ресейдің экономикасы қазір шатқалақтап тұр дейді. Бірақ біз 140 миллион халқы бар үлкен алып ел, әне міне құлайды деп Украина блогерлері де басқалар да айтса да, ол 4 жылға жаңа Мединский айтты ғой Стамбулдағы екінші раундта, біз ұзақ жылдар бойы соғыса беруге дайын елміз деп. Сол сияқты Ресей өз халқын ойламауы мүмкін, бірақ әрине оның амбициясы, Путин айтпақшы, өзінің движуханы қалап тұратын мемлекет, сондықтан әлі де соғыса беруі мүмкін. Ал Украина әрине қазір әсіресе Киевке барған кезде, жаралы солдаттарды көрген кезде, халықтың бір рухы кейде түсіп кеткенін көрген кезде, әрине соғыстың жылдам аяқталуын қалайсың, бірақ қазір көріп отырсыздар, әлем қайтадан шатқалақтап тұр. Иран-Израиль арасындағы соғыс та осы аптада басталды. Украинада Сум жағдайында жаңағы орыстар буферлік аймақ жасауды, Сум арқылы Киевке қайта шабуылды үдете беруге мүдделі. Ал Украина қазір өзінің қорғаныс жүйесін, әсіресе Сум, Харьков өңірінде қайтадан қатайтуға әрекет жасап жатыр. Ең маңызды жаңалықтарды мен аптаның соңында сіздермен бөлісіп отыруға тырысамын. Сондықтан каналымды көріп, қолдап, лайк, дизлайк басуға сіздерде күш салыңыздар. Кітабымды алып оқыңыздар, ол Каспий дүкенінде бар. Маған сіздердің тарапынан берген аз ғана көмектеріңіз осы болсын деп білем. Сонымен келесі аптада кездескенше, бәлкім кейбір бір Қазақстанның жаңалығын жіберіп алдым, сіздер бөлісіп отырыңыздар. Шетелде тұратын азамат, шетелде жұмыс жасайтын азамат әрине елінде барлық жаңалықты көріп отыруға тырысқанмен өз еліңде жүргендей болмайсың. Бірақ қазақ тілінде ақпарат таратуға, өз каналым арқылы ақпарат жеткізуге тырысып жүрген
аз блогерлердің бірімін деп айтып қояйын өзімді. Келесі кездескенше сау болыңыздар.